Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сыртында әдемі суреттері бар рулет дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар 4 дана жұмыртқа, 100 грамм шекер, 100 грамм ұн, 1 шай қасық какао. Ең алдымен жұмыртқаның ақ мен сары уызын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын жақсылап миксерлейміз қою болғанша, және осы жұмыртқаның ақ уызына шекерді 3 рет бөліп ішіне салып жібереміз. Сары уызды қосып, қолымызбен араластырамыз. Ұнды қосамыз. Ұнды да 3 рет бөліп, қолымызбен жай астынан жоғары қаратып араластырамыз. Бөлек бір ыдысқа кішкене бөліп алып, какао қосамыз. Какаомыз екеуін жақсылап араластырамыз. Пештің табасын алып, пергамент қағазын жайып, қамырымызды тегіс етіп жайып аламыз. Бөліп алған какао қосылған қамырымызды осындай бір реттік қолданылатын пакетке салып алып, осындай етіп сурет салып шығамыз видеодағыдай. Дайын болған қамырды 170-180 градус қызып тұрған пешке 15 минуттай уақытта пісіріп аламыз. Піскен рулетімізге тағы бір пергамент қағазын дайындап қоямыз. Сурет жағын астына қаратып, ыстықтай орап қоямыз. 10 минуттай күтеміз. 10 минуттан соң рулетті ашып, арасына крем жағамыз. Кремге өзіңіз қалаған кремді, повидло, варенье қолдансаңыз болады. Мен қолданған кремнің сілтемесін осы видеоның астына қалдыратын боламын. Жасалуы өте оңай.